6 қазан күні таңғы сағат 7:00-де Бөрлі ауданында референдум учаскесі өз есіктерін айқара ашты. Әр учаскеде ашылу салтанаты еліміздің әнұранымен басталды. Аудандық мәдениет үйінде орналасқан нөмір 88 сайлау учаскесі де жұмысын өз уақытында бастады. Референдумға алғашқылардың бірі болып, Теміржолшылар көшесінің тұрғыны Гүлнар Мұхамбетова келіп таңдауын жасады. Сайлауға келдім. Мені подарок беріп жатыр маған. Соған риза болдым. Нөмір 88 учаскелік референдум комиссиясында 1779 сайлаушы тіркелген. Оның ішінде 44-ті 6 қазан күні туған күн иелері. С утра с 7 часов у нас уже проголосовало 15 человек. Таңғы сағат 7-де 15 тұрғын дауыс берді. Алғашқы дауыс берген адамға сыйлық берілді. Өтініш білдірген 10 адамның үйінде жылжымалы жәшік апарылды. Сонымен қатар 18 жасқа толғандар саны 8. Бұл күні дауыс беруге ата-аналармен келген кішкентай балалармен мерейтойларын атап өткен отбасыларда назардан тыс қалмады. Сонымен қатар Аманат партиясы қоғамдық бірлестігі, Ақсай қамқор қоғамдық бірлестігі бақылаушыларда қатысты. Нөмір 92 учаскелік референдум комиссиясы Қарашығанақ спорт кешенінде орналасқан. Учаскеде 1524 сайлаушы бар. Сайлау учаскесіне кәмелеттік жасқа толған және алғаш рет дауыс беруге 20 азамат және 3 туған күн иесі тіркелген. В 7:00 был открыты двери для граждан. Сағат 7-де референдум учаскесі өз жұмысын бастады. Осы уақытта 20 адам қатысты. Дауыс беру ережеге сай өтуде. Нөмір 92 референдум учаскесі штаттық режимде жұмыс істеп, барлық тұрғындар үшін қолайлы жағдай жасалды. Ел болашағына үміт еткендердің бірі Әсима Жұмабаева. Осындай референдумдар негізі өткізілген жақсы. Әр адамның өзінің пікірін білдіру керек. Осылай болған жақсы. Рахмет. Осындай әркімнің Қазақстанда енді әр азамат өзінің пікірін білгізген жақсы ғой. Аудандағы ауруханада орналасқан нөмір 87 сайлау учаскесінде 2317 сайлаушы тіркелген. Мұнда да аудан тұрғындары белсене қатысты. 87 референдум учаскесі жаңағы алғашқы дауыс беру уақыты белгіленген тәртіп бойынша сағат 7-де басталды. Әзірге барлығы тыныш. Жаңағы 8:30-ға келушілердің, дауыс берушілердің саны 60-тан астам. Зәуреш Қабиева 6 қазан күні 51 жасқа толды. Маңызды қадамға жауапкершілікпен қарап, ертерек келгенін айтады. Бүгін менің туған күнім 6 қазан, солай қалай совпало. Сол азаматтық борышымды атқарамыз деп келдік, жолдас екеуміз. Атомный электростанция керек деп ойлаймыз енді біздің Қазақстанымызға. Референдумға отбасы мүшелермен келіп, дауыс берушілер бар. Нөмір 87 сайлау учаскесіне келген отбасылардың бірі Дүйсеновтер отбасы. Құрметті қазақ елі, енді біздер мына дауыс беруге келіп жатырмыз семьямызбен. Бала келін, немере, Ақсайда тұрам, Тихонай көшесінде. Зейнеткермін. Нөмір 1 мектептегі нөмір 89 сайлау учаскесінде 2239 сайлаушы тіркелген. Бұл учаскеде 2261 бюллетен берілді. Референдум әдеттегідей уақытында 7-де басталды. 7-де басталып, бақылаушылар барлығын көрсеттік. Яғни орнының, кабинаның барлығы дайындығы, сейф жабықтығы, мөрленген, соның барлығын бақылаушылар тексеріп қарады. Біздің 89 участок бойынша 2239 адам бар. Қазіргі уақытта 832 адам дауыс берді. Оның ішінде үлкен кісілер дауыс беріп жатыр. Үлкен аталар, әжелер келіп жатыр. Бірінші рет дауыс беріп 18-ге толған балалар 4 бала келді әзірге. Сосын 3 туған күн, бүгінгі туған күн иелері келді. Оларға әрине сыйлық бердік. Түстен кейін сағат 2-де үйден дауыс беретін, өтініш арқылы үйден дауыс беретін дауыс берушілерге жаңағы бюллетен апарамыз. Бізде әзірге 8 өтініш түсті. Нөмір 90 учаскелік референдум комиссиясы 1 мектепте орналасқан. Бұл учаскеде тізімде 1934 сайлаушы бар. Учаскелік референдум төрайымы Аққаным Оразалиеваның мәліметінше түскі сағат 11-де 500-ден астам адам келген. 11 адам алғаш рет дауыс беруде.
Ал номер 83 референдум учаскесі өнер мектебінде орналасқан. Бұл номер 83 участок. Список бойынша адамдардың саны 1447. 2 адам открепительный талон алды бізден. Үйден дауыс берушілер жоқ. Бізде районный больница бар. Солардан арыздар келді, және роводдан арыздар келді, ЭВС-тан. Қазіргі таңда сағат 11:30-да 169 дауыс беруші келіп дауыстарын беріп кетті өздерінің. Кешке дейін бұйырса бәрінде жабатын болармыз. Әлі келушілер саны көп. Номер 83 сайлау учаскеде дауыс беруге жағдай жасалған. Төрайымның айтуынша, учаскеде тізім басым бөлігін егде жастағы адамдар құрайды. Бұл учаскеде ауруханада жатқан референдумға келе алмаған қала тұрғындары, сондай-ақ Бөрлі аудандық уақытша ұстау изоляторында отырған азаматтарда дауыс беру мүмкіндігіне ие болды. Оларға жылжымалы жәшіктер апарылды. Номер 81 сайлау учаскесі де өз жұмысын ережеге сай бастады. Мұнда 2858 адам тіркелген. Қазіргі таңда сағат 12-ке шейін 585 адам өзінің дауысын беріп үлгерді. Оның ішінде 18 жасқа толғандар 23, соның ішінде 10 адамы келіп дауыс беріп, өздеріне тиесілі жаңағы сыйлықтарын алды. Ал туған күн иесі 6 адам, оның ішінде 3 адам өз сыйлықтарын алып кетті дауыс беріп. Қазіргі таңда әлі де дауыс беріп жүргендер көп келіп жатыр қарқынды түрде. Ақсайлық Серік пен Нүрия Зейнуллиндер таңдау жасау үшін нөмірі 6 мектеп лицейде орналасқан нөмір 81 учаскеге келді. Осы Ақсай қаласында тұрым, 18 үйде. Осы енді болашақ, біздің Қазақстан болашақ несіне атом электр станциясына салынуы дауыс беріп отырып, енді Қазақстан азамат болғасын, енді осы болашақта электр станция керек деп ойлаймын өзім. Референдумда таңдау жасауға номер 81 сайлау учаскесіне Бөрлі ауданының әкімі Еркебұлан Ихсанов та қатысты. Номер 80 учаскелік референдум учаскесі номер 4 орта мектепте орналасқан. Мұнда 2156 сайлаушы тіркелді. Алғаш рет дауыс берген адам саны 37. Референдумға 50 жыл бірге өмір сүрген отбасы мүшелері де келіп өз дауыстарын берді. 5-ші шағын ауданда тұратын Қайрат пен Жанзиба Құрманғалиевтер номер 80 референдум учаскесіне келді. Биыл Құрманғалиевтер 50 жылдық мерейтойын атап өтті. Учаскеде тіркелген 407 адам дауыс берсе, 6 адам үйде. Аудандық мәслихаттың депутаты Алексей Еничевтің сөзінше, референдум еліміз үшін маңызды қадам. Сегодня состоялся всенародный референдум, конечно, волеизъявление народа, да. Бүгін еліміздің халқы өз таңдауын жасады. Қазақстан азаматы ретінде референдумға әр тұрғынның қатысуы маңызды деп ойлаймын. Сондықтан мен бүгін өз таңдауымды жасадым. Біз болашағымыз үшін шешім қабылдап жатырмыз. Айта кету керек, жексенбі күні бөрліліктер белсенділік танытты. Осылайша олар өз құқықтарын пайдаланып таңдау жасады. Жайнагүл Жеңісқызы, Майя Амирова, Азамат Бабауғожиев, Қарашығанақ арнасы.